Танюань. Жүн тәтте. Сәлем. Калай қайда? Калай қорғаушысымен бірге төменде ойнап жүр. Қараңыз. Қорғаушысы ма? Бұл сол ғой. Сымбатты әкем. Ой, олай емес. Әзірше сен хан көкесің. Хан көке, саған бір құпия айтайын ба? Қандай құпия? Ертең мені емханадан шығаруы мүмкін. Сен мені күтіп аласың ба? Калай, анашым. Не істеп жүрсің? Мен саған көмекші шақырдым. Көмекшіні қалай шақырдың? Қоңырау шалдым. Сяуси саған не деді? Ештеңе. Екеуміз кездесіп қалдық, әкесіне келіпті. Қолыңа не болған? Бәрі дұрыс. Кеш боп кетті. Кетуіңіз керек, директор хан. Калай екеуміз мазаңызды алмаймыз. Анашым, көлікпен серуендегің келе ме? Көлікпен бе? Я, хан көкенің көлігімен қызық болады. Хан көке, кеттік! Калай, бұзық болма. Құп болады. Жібер. Калай, алға. Сендерді қуып жетем. Қара қандай жылданмын. 6 жылдан кейін ақыры күлдің ау. Мені кешірші, Дунлай. Жібер. Сен бәрін құрттың, бейшара. 6 жыл бұрын оны ұстап қала алмадың. Қазірде сол үшін бәрін бүлдірдің. Егер түрің мен тәніңе қыспағанымда, азғантай ақшаңмен мені сонша жыл пайдаланар ма едің? Жібер. Мен еркек емеспін бе? Әлгі мүгедек істей алмайтын істі мен істей алам. Ал қалай екен? Лен ханым. Дірілдеме. Айтқане. Қалайсың ба жоқ па? Менікі рас қой. Жалмаған. Егер Лен ханым өтінсе, қалайша орындамайын? Өтінменен. Жалын қане. Жалын қане. Жалынам, жіберші. Мезі қылдың. Әлгі елдің мекен жайын білем. Сенің бұйрығыңды орындайын, қожайын. Калай тездет, кеш батып кетеді. Анашым, тағы күте тұрсақ бола ма? Не болды? Шығарғанына риза емессің бе? Хан көкемді күтіп отырмын. Калай, саған неше рет айттым. Хан көке сенің әкең емес, өзгелерді олай мазалауға болмайды. Анашым, ашуланбаш, мен бәрін түсіндім. Кеттік. Қане? Жүр. Сен келет деп жаңа үйімізді безендірдім. Үлкен көлік әпересің бе? Әрине. Кірін-ай. Қожайын, мұныңыз не? Құдайым ау, кірме. Мына балан-ай. Не істеп жатырсыз? Саған айттым ғой, бұл үйді саған бермейім деп. Кет. Қалайша, біз келісімге отырдық қой. Менің пәтерім, өзім білем. Кетіңдер. Дұрыс әйелме десем, жеңілтек екенсің. Балаңды кімнен екенін Құдай білсін. Сіз не деп тұрсыз? Мен әлжуаз емеспін, менің күшім көп. Калай, қой, жаман адамдарды тыңдама. Олар мен неге салғыласып тұрсың? Мұна кірзаттың бәрін өрте. Жарайды. Жыламаңдар, өртегілерін келеме жарайды. Ендеше киіммен бірге бәріміз өртенеміз. Жек сұрын әйел. Қалайсың? Хан көке, мұна адамдар анам екеумізді ренжітіп жатыр. Қорқпа, хан көкең осында. Калай, жараланбадың ба? Қане көрейін. Мүгедек көмекке келіпті ғой. Менсіп тұрсың ба? Тілінің ашысын-ай. Аузың тынбайды екен. Мучи.
Не істеп жатырсыңдар? Қолдарыңды тартыңдар. Өлтіресіңдер ғой. Біреу-міреу көмектесіңдер, адамдар. Бұл не шул? Құтқарыңыз. Жоқ. Керек емес. Біз келісімге отырғанбыз, сондықтан пәтер біздікі. Бүгін баса көктеп кіріп, мүлкімізді сындырғандарыңыз үшін сотқа арыз берем. Және мұндай лас жерде біз енді тұрмаймыз. Түсінікті ме? Қалай? Менімен жүр. Қалайсың? Жүр. Тоқта. Қуып шықтық қой, демек ақшасын аламыз. Көп сөйлеме, ішке кірейік. Бәрін анықта. Құп болады. Қалай? Көкеңмен көлікке отырғың келе ме? Әрине. Бара ғой. Жун ханым, өтінем, мырзаға бас көз болыңыз. Не болды? Айтарың жоқ па? Мекен жайымызды қайдан білдің? Мен... Иә. Біздің хан мырзаның айласы көп қой. Қанша жыл өтсе де, осындай жерде өмір сүресің деп ойламаппын. Сен... Неге қолдарың мұздап қалған? Қалай қайда? Мен барып көріп келейін. Бүгінгің үшін рахмет саған. Керек емес. Сен үшін емес. Қалай үшін істедім. Әкесі Чуму ақыры келмеді ғой. Балаға обал. Чуму Қалайдың әкесі емес? Ендеше кім? Онда жұмысың болмасын. Кеш боп кетті, мен кеттім. Ендеше маған қатыстысын айт. Әлде тіпті сұрауға хақым жоқ па? Дәл 6 жыл бұрынғыдай ма? Сонша жыл өтті. Бәрін артта қалдырайық. Сенен әкесі кім деп сұрап тұрмын? Жунлин. 6 жыл бұрын байқамаған екен. Сен жігіттерді шетінен сан соқтырады екенсің. Бала туып алыпсың, әкесі кім екені белгісіз. Олай ауыр сөйлеудің қажеті жоқ. Сөзім өтірік пе? Баланы туғаның рас қой. Саған оның қатысы жоқ. Қатысы жоқ дейді ғой. Осы сөзді айтып шындықтан құтылам деймісің? Ендеше неге далада қалдық? Жетер. Өмірімді тәкаппарлығыңмен өлшеудің қажеті жоқ. Хан Дунлай, 6 жыл бойы біз не көрмедік, бірақ бірге бақыттымыз. Сені қайта кездестіргелі өміріміз қиындап кетті. Хан Дунлай, сен менің сорымсың.直到在等雪花，浪在等沙。